Basmayın önce. Kağıttan hava tabii. Ya kaldırın da şu çizdi. Ver diyorum. Bunu parçalayın da. Bir 8, 48 ver. Buldu. 48 ver. Sen de nasıl bu 48? Göreyim dedi. Nasıl? Olacak sen 4 kat adam. Kadar değil ya. Birden cümlesin mi? Nursu kimse kadar atalım. Nursu da kaldırmış mı birden abi? Yo yüz attım. Yüzü çok koy. Çok sıkıntı. Nasıl sen işe gittin? Bir işe gittin mi? Yerler. Yerler. Nes. Nes. Konuş. Nes. Hey, yerler. Hiç sorun. Var sıkmalı. Var. Kay, çık. Kara kozur. Bunun dışı. Kargama. Erteң өзіңді де қадірлеуді қояды. Апа, енді су ішем деп тұрып алды ғой. Енді балаң бір 10 минут суды кешігі берсе, ештең етпес. Ыдыс аяғыңды жуып болған соң құйып бере сал. Болмаса, балаңа су құйып ішуді өзің үйрет. Апа, енді бұл кішкентай ақ нәрсе ғой. Ол кішкене нәрсе емес керін. 4 жасар балаң. Қазірден су құйып іше алмаса, ертең 50-ге келгенде де мойныңда отыратын болады. Егер үйде ер адамның беделі төмен болса, тіл алмайтын ол, ұя алмайтын қаз содан шығады деген. Мен әрқашан балаларыма әкелеріңнің киімін жоғары қойыңдар. Әкелеріңнің аяқ киімін жөндеп қойыңдар. Әкелеріңнен рұқсат сұраңдар деп ылғи айтып отыратынмын. Әкелері де аналарыңа рахмет айтыңдар. Аналарың ренжіп қалмасын. Аналарымен ақылдасыңдар деген сөзді жиі айтып отыратын. Сөйтіп біз бір-біріміздің абыройымызда өзіміз көтеріп отыратынбыз. Дұрыс айтасыз, апа. Балаға жай ғана сөз емес. Іс-әрекетіңмен де үлгі болу керек. Балам ханзада болсын десең, әкесің қандай күт балам.